Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям нұрының таза маңдайлардан өтуі. Адам алейхиссалям жаратылғаннан кейін маңдайына пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалямның нұры қонды. Ол нұр оның маңдайында жарқырай бастады. Құран кәрімде көрсетілгендей, Адам алейхиссалямнан бастап таза аталар мен таза аналарға өтіп, пайғамбарымызға дейін келіп жетті. Мұны Аллаху Тағала былай деп көрсеткен: сен, яғни сенің нұрың, әрдайым сәжде жасайтындардан өтіп саған жеткен. Шуара сүресі 219 аят. Хадис шарифте Аллаху Тағала адамдарды жаратты, мені адамдардың ең жақсы бөлігінен пайда етті. Сосын осы бөліктердің ең жақсысын Арабстанда таңдады, мені осылардың ішіне қойды. Сосын үйлерден, жан ұялардан ең жақсысын таңдап, мені солардан келтіріп шығарды. Олай болса, менің рухым мен тәнім жаратылғандардың ішіндегі ең жақсысы, менің ата-бабаларым ең жақсы адамдар делінген. Тағы бір хадис шарифте Аллаху Тағала барлық нәрсені жоқтан бар етті. Барлық нәрсенің ішінен адамдарды жақсы көрді, қадірлепті. Адамдардың ішінде таңдалғандарын Арабстанға қоныстандырды. Арабстандағы таңдалған адамдардың ішінен мені таңдады. Мені барлық замандарда таңдаулы адамдардың арасында болғызды. Олай болса, Арабстанда маған бағынатындарды жақсы көретіндер, оларды мен үшін жақсы көреді. Оларға дұшпандық жасағандар, маған дұшпандық жасағандар болып саналады делінген. Жаратылған ең алғашқы Адам алейхиссалям, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалямның кішкентай бір зересіне ие болғандықтан маңдайында оның нұры жарқырап тұрды. Бұл кішкентай бөлшек Хазіреті Хауаға, одан Шит алейхиссалямға, осылайша таза ер адамдардан таза әйелдерге, таза әйелдерден таза ер адамдарға өтті. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалямның нұры да кішкентай зеремен бірге маңдайлардан маңдайларға өтті. Періштелер Адам алейхиссалямның бетіне қарағанда Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалямның нұрын көріп, оған истиғфар оқитын. Адам алейхиссалям қайтыс болатын кезде ұлы Шит алейхиссалямға: балам, мына маңдайында жарқыраған нұр соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалямның нұры. Оны иманды және таза әйелдерге тапсыр, және кейін балаңа осылай өсиет айт деп айтады. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалямға жеткенге дейін барлық әкелер балаларына осылай өсиет айтып келді. Барлығы осы өсиетті орындап, ең жақсы, ең ибалы қыздарға үйленді. Киелі нұр таза адамдардан өтіп, иесіне жетті. Саллаллаху алейхи уассалямның аталарының бірінің екі баласы болса, немесе бір тайпа екіге бөлінсе, пайғамбарымыздың нұры олардың ішіндегі ең хайырлысы жағынан табылатын. Барлық ғасырда оның тегінің адамдары жүзіндегі нұрынан белгілі болатын. Оның нұрын алып жүрген таңдаулы тайпа барлық ғасырда халық арасында бір ер азаматының өте көркем және нұрлы жүзділігімен ерекшеленіп тұратын. Осы нұр қай жерде және кімде болса, сол азамат бауырларының ішіндегі таңдаулысы болып, оның қауымы да басқа қауымнан жоғары қадірлі болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бір хадис шарифте: менің аталарымның еш қайсысы зинақорлық жасаған емес. Аллаху Тағала мені жақсы әкелерден, таза аналардан дүниеге келтірді. Ата-бабамның екі ұлы болса, мен олардың хайырлысында, ең жақсысында болатынмын деген. Адам алейхиссалямнан бері ұрпақтан ұрпаққа жеткен бұл нұр тарухқа, одан баласы Ибрахим алейхиссалямға, одан ұлы Исмаил алейхиссалямға өткен. Оның күндей жарқыраған нұры балаларынан Аднанға, одан Мәәтқа, одан Низарға жеткен. Низар туғанда әкесі Мәәт баласының маңдайындағы нұрды көріп, қуанып, халыққа үлкен дастархан жаяды.
мұндай бала үшін мұндай дастархан аз дегендіктен баласының аты Низар, яғни аз нәрсе деген мағынада болған. Бұдан кейінгі нұр кезекпен өзінің иесі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға жеткен.